күндөгүндөй үй салмагандан кийин, күндөгүндөй салып жатпагандан кийин уайымдайт экенсиң көп нерсени. Буга дейин көп балалар келди. Олардың бәрін жамандап тұрғам жоқпын. Сіздің айтқаныңыздай болады, сіздікіндей болады. Сіз не айтсаңыз соны істеймін дейді. Мен күндөгүндөй үй салып жатқан жоқпын ғой. Мен білмеймін, көрмедім. Ассалаумағалейкум, құрметті құрылысшылар қауым. Мынау Талғар жақтағы жоғарғы айналма жол дейді ғой, Абез жағындағы үйіміз. Бұның алдында былтыр мына жақта төрейді құйып кеткен болатынбыз, фундаментін. Мынау енді қасындағы көршісі. Бұл біздің Елдос ағамыз. Туған күнімізде бірдей келеді екен, өзімізде ұқсайды екенбіз. Міне фундаменттің размері 18-40-қа 13-40. Бірінші жасаған нәрсеміз котлованымызды қаздық толықтай. Топырағын мына жаққа қарай үйіп қойдық. Міне бір 5-6 күннен кейін засыпқа қайтадан жасайтын болады. Подвалының размері 10-40-та 6-60. Одан кейінгі құйғанымыз подушкасын 60 сантиметр қып, түзеу барысында 70 сантиметрге кеңейді. Жұмыс барысында бетонымыздың бәрі есеп бойынша бәрі тура келіп отырды. Өздеріңіз де историядан қарап отырсаңыз көрген болатсыздар. Оның куәгері міне Елдос ағамыз өзі. Жұмыстың барысы, бізді қалай тапты, жұмыс қалай жүрді, балалар қалай жұмыс жасады, сондай нәрселерін баяндап міне айтып береді. Үйдің иесі. Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Құдайға шүкір бәрімізге жұғысты болсын. Үй салам деп жатқан халқымызға аман есен армандар орындалсын. Міне менің де бұл арманымыз орындалып отыр. Осы ағайынды Айдын мен Еркені кездестірген бірінші Аллаға, екінші өздеріне рахмет. Дұрыс адамдар кезіксе екен, еңбектерін дұрыстап істесе екен деп, күндөгүндөй үй салмағаннан кейін, күндөгүндөй салып жатпағаннан кейін уайымдайт екенсің көп нәрсені. Жұмыстың сапаларын өзім отбасымен бәрінің ризамын. Салам деп жүрген адамдар болса, бұл реклама емес, бұл шын өзімнің ниетім. Сол салатын болғаннан кейін Құдайға шүкір әйтеуір. Рахмет. Жігіттерге Алла разы болсын. Бұларды тәрбиелеген әке-шешелеріне рахмет, білім бергендеріне. Әмин. Ал жақсы. Фундаментіңіз мықты болсын. Құтты болсын ал. Ары қарай өсе жоғарылай берсін. Ашты болды, ары сәтті болды. Құдай берсе әлі монолитіне келеміз тағы да. Құдай амандығын берсе, иә.